ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده وإذا أفاق المجنون. Мынандай мәселе. Талып қалу. Рамазанның күндізінде бір адам талып қалды дейді. Енді бұл жерде бірнеше күнге талғанды айтып жатыр. Кома десек болады қазіргі күнде. Бір адам Рамазанда комаға түсіп қалды делік. Сол комаға түскен күннің қазасын ғана өтейді дейді. Қалған күннің қазасын өтемейді. Себеп Аллах Тағала Құранда не деп айтты? Фаман шахида минкуму шахра фалиясумху деді. Рамазанның оразасының парыз болу себебі сол Рамазан айын көруі адамның. Ақыл есі дұрыс, сау болып, Рамазан ішіне кіріп, Рамазан айын бір күнін болса да сен көрдің ба, аман сау, саған сол күннің парызын оразасын ұстау парыз болады. Сондықтан ол талған күні ол сол күні болды ғой дейді. Жарты күн болса да ол күні ол көрді ғой. Сол күнді ол сау болып тұрған кезінде бір күн болса да көрді. Сол күннің қазасын өтеу оған міндетті болады. Қалған комада жатқан кезінде қалған күндерді ол көрмеді. Талып жатып өткізді. Демек қалған күндер оған ешқандай парыз емес. Түсінікті ме? Мысалы айтатын болсақ, бүгін күндіз ораза ұстап жатыр, күндіз талып қалды да 10 күн бойы комада жатты делік. Бүгінгі күнді ғана қазасын өтейді, қалған 9 күннің қазасын өтемейді.